Сәлем достар, бұл PHP курсының 6-шы сабағы. Бүгінгі біз сабақта формалармен жұмыс жасауды үйренеміз, және де post және get методтарын қарастырып кететін боламыз. Осы тақырыптарды қозғай отыра біз өрнектерді де қарастырып кетеміз. Ендеше бастайық. Ол үшін біз алдыңғы жазып кеткен сабағымыздағы кодымызды өшіріп тастайық. Осы жерге apple деп жазайық, 10 деп жазып кетейік. Содан соң мен банана салып кетемін, оған 40 деймін, екеуін қосып экранға шығарайын. Echo салам ол үшін. Содан соң apple қосу банана дейміз. Сақтадым. Парақшаны жаңарып қарайтын болсақ, мына жерде міне 50 деген сан шықты. Жалпы бағдарламалаудың бүткіл мәні қолданушымен қарым-қатынас жасау, яғни қолданушыдан келген ақпаратты өңдеу. Мысалға, біз мына 10 менен 40 деген санды статикалық түрде көрсетпей, біз қолданушы оны енгізе алатындай қылып жасайық. Ол үшін мен форманы салып кетемін. Мынаны төмен түсірейік. Содан соң біз HTML кодымызды жазайық. Ол үшін мен леп белгісін салып кетем, emmet кодты шығарып. HTML кодын толық теріп отпас үшін body'дің ішіне форманы салып кетейік. Ішіне input тегін салып кетемін. Оған name береміз. Біріншісіне apple дейік. Placeholder жазайық. Apple деп. Екіншісіне дәл осыны көшіру арқылы banana деп жазып кетейін. Placeholderге banana деп жазып қоямыз. Содан соң submit батырмасын салып кету керек. Осы форма серверге жіберілу үшін. Енді осы PHP кодымыз HTML-дің ішінде орындалу үшін, оны body'дің ішіне салу керек. Көшіріп алып, body'дің ішіне салам. Body жауып атқан HTML тегтерін PHP код деп түсінбес үшін, осы жерден бастап PHP коды бітеді деп таңбасын салып кетеміз. Әдемі болу үшін мен бұны отступтарын дұрыстайын. Мына жерді өшіріп тастайық. Мына жерге 2 тап батырмасын басу арқылы отступ берейік. Назар аударыңыздар, VS Code тап басқанымен пробел салады, ол 4. Сіздер егер басқа редактор қолданатын болсаңыздар, онда ол таптың өзін салып кетуі мүмкін. Мына жерден де өшіріп тастайын. Алдына мына жерге нәтиже деп жазып кетейік. Apple'ге осы жерге мен өшіріп тастап get деген жазуды жазам. Яғни ол айнымалы, глобальдік айнымалы болып саналады. Байқап тұрсаңыздар, төменгі пробелден басталып жазылып тұр. Содан соң тік жақша тырнақшаларды салып кетем, оның ішіне apple деп жазам. Екіншісіне де бананаға да дәл солай жазып шығам. 40-тың орнына міне apple-дың орнына банана дейміз. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық не шығатынын. Apple және банана submit деген батырмамыз пайда болды. Нәтижеміз 0 болып тұр. Енді осы жерге 11 дейін де бананаға 22 дейін. Submit басқан кезде бізде қазір 33 саны шығу керек. Бастым. Міне нәтижеміз 33 болып орындалып тұр. Жалпы бұл қалай жұмыс жасап тұр? Сіз мына Apple-ға және бананаға енгіздіңіз, содан соң submit батырмасын бастыңыз. HTML ережесі бойынша форма submit басқан кезде методы көрсетілмеген болса, оның бастапқы түрі get метод болып саналады. Оның get метод болып орындалғанын мына адресте көрсеңіздер болады. Міне localhost, содан кейін сұрақ белгісі тұр. Сұрақ белгісі деген сөз, ол get параметр орындалды деген сөз. Бірінші параметрі apple тең болады 11 дейді, яғни apple деген параметрге 11 санын беріп жатырмыз. Содан соң және деген таңбасы салынады. Солай келесі параметрді көрсетіп атқанын белгілейді. Одан соң міне бананы жазуын жазып тең болады 22 деп жіберіп тұр. Осы жерге мен 22-нің орнына өшіріп тастайтын болсам, 25 деп жазатын болсам, содан соң enter батырмасын басып, міне нәтижесін өзгерген көріп тұрсыздар 36 деп. Яғни браузер серверге оны URL адрес арқылы жіберіп тұр, Apple мен банана мәндерін. Осы мәндерді сервер қабылдап PHP тіліне жіберіп тұр. PHP тілінде біз ол параметрлерді мына доллар төменгі get айнымалы арқылы алып тұр, глобальдік айнымалы деп айтылады. Яғни get параметр арқылы біз Apple және банана 2 айнымалын алып тұрық. Ол жерлерде қанша сан болады, сонша сан өзгеріп шығып тұрады. Мысалға, осы жерде мен қосу емес, бөлуді салып кететін болсам, сақтадым. Парақшаны жаңартам, 30, содан соң 10 десем, мұны байқап тұрсаңыздар 0,144 деп тұр. Өйткені ол мына 11 санын 25-ке бөліп тұр. Енді мен 30-ды 10-ға бөлейін, түсінікті болу үшін. Submit бастым, 3 деген шықты міне. Осылайша міне get параметріміз орындалып тұр. Жалпы форма методының тағы екінші түрін көрсетіп кетейін. Ол post деген түрі, метод дейік, post деп жазып кетейін. Ол кезде мен get арқылы емес, post арқылы алуым керек болады. Осылай жазып, екіншісіне өшіріп тастап post деп жазып қояйын. Сақтадым. Мына жерден мыналарды өшіріп тастайын, тап-таза болып тұру үшін. Содан соң жазып көрейік. Apple-ге біз 10 дейін, ал бананаға 2 дейін. Submit батырмасын басам,
міне нәтиже 5 деген шығып тұр. 10-ды 2-ге бөлсең 5 саны шығады. Мына URL адресті қарайтын болсақ, ол тап-таза, ешқандай да жоқ, параметрлер жазылмаған. Неге? Өйткені мына формамыз бізде post методында тұр. Post методы ол URL адресте көрінбейді, ол запроспен бірге жіберіледі. Мына парақша ашылған кезде, біз submit батырғанасын басқан кезде, браузер серверге post методымен жіберіп тұр. Міне get пенен post осылайша жұмыс жасайды. Әзірге осылай түсініп алсаңыздар болады. Егер де сіздерге қиынырақ болып жатса, тағы да тәжірибе жасап көріңіздер. Мына жерге бірнеше тағы да инпуттарды салып көріңіздер. Олармен бөлу, қосудан басқа тағы да басқа да операциялар жасап көріңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.